Мен Мейрам Гүлназ. Мерген ару сайысының республикалық кезеңіне Ұлытау облысының атынан қатысушысымын. Мен Ақтөбе қаласында бірінші рет болып тұрмын. Бүгін біз қазақ елі үшін жалпы маңызды тұлғалардың бірі Әлия Молдағұлова апамыздың өмірімен, тарихымен таныса алдық деп айта аламын. Әлия туған мекенді қарадық, көрдік. Жалпы қаладағы Әлияға байланысты көшелерді, мұражайлармен таныстық. Маған ұнады. Сәлеметсіздер, мен аты-жөнім Дәулет Қалиевару. Мен Абай облысы атынан бұл жарысқа қатысып отырмын. Мен Ақтөбе қаласына алғаш рет келіп отырмын. Маған Ақтөбе қаласы өте қатты ұнады. Адамдары қонақжай, жалпы қала өте әдемі. Біз бүгін Әлия Молдағұлова апамызбен таныса кеттік. Және Әлия Молдағұлова атты мұражайларға бардық. Бірінші мұражай бұл Әлия Молдағұлованың туған ауылына, яғни Бұлақ ауылына бардық. Және екінші мұражай бұл Ақтөбе қаласына орналасқан Әлия Молдағұлова атындағы мұражайға бардық. Бұл мұражайда біз өте көп мәліметпен таныстық. Мен Кончалиева Карима Атырау облысынан келіп тұрмын, бірақ осы Әлия Молдағұлованың Ақтөбе қаласынан екенін шынымды айтсам естім. Мұражайына да бірінші рет келіп тұрмын. Әлия Молдағұлованың қандай батыр қыз екенін, өзімнің туған жерімді, өзімнің туып өскен жерімді қорғаймын деп атсалысқанын, қазақ елі үшін өзінің қанын құйғанын түсініп көрдім, өте жақсы әсер алдым. Мен Есенжан Нұрлан қызы, мен Маңғыстау облысынан келіп отырмын. Әлия Молдағұлова енді мерген ретінде танымал болған тұлға. Әлия Молдағұлова атындағы ауылға барып, музейлерге барып, түрлі ақпараттар алдым.